Ne diyorsun? Apamız. Ha? Ne diyorsun? Ayta берейін бе? Айта бер. Алишер Ұялма, қорықпа айта бер. Алишер аға бізді қатап кетті. Вечно қатайды да жүреді бізді. Өкпем бар. Өкпем бар ма? Жаз жүрдің, не деп жаздың? Кидала деген. Бізбен бірге бүгін Мырзахан волейболға келді. Влогқа қосылып қалайын дедік. Иә, влогқа кіріп жатыр. Волейбол күшті еді жатыр. Қалайсың Мырзахан, не жаңалық соңғы? Жаңалық па? Жаңалық сол видео, фото, қазір фотограф болып кетіп өткенде Алматыға алып келдім, Алматы керемет. Күшті жалпы дамып кетіпсіңдер, одан сайын дами беріңдер. 2 жас бақытты болсын десе. 2 жас бақытты болсын. Амин. Қай жастарды айттырсын? Кидала екенсіз ғой, братан дейді. Алишер, некрасиво поеду. Битке ма? Бармайым деген ба? Иә, азында тұрдың примерно биттің ғой, көзін аштың да. Бүгін бара алмайды екен, кешіріңіздер деп жазып. Дұрыс емес негізі. Колледждің жігіттерін сағынғандарға түрлерін көрсетіп қойын. Вот он еще, коллеге, давай! Финальный. Неужели отырдыңдар сендер? Неужели? Алим, пал! Десең. На, Азамат, на, Нұржан. Мишок, колледждегі адамдар айтып отыр, сендерді сағынып жатырмыз дейді. Иә. Бүгін бізге Ареке қосылды. Колледж в полном составе сегодня. Джамейка Юнайтед. А, ё-моё, кет мой. Сколько человек? Сколько? Нет, все. Все, вниз. Да, Илья, сыграй. Ладно. Әдемі жып-жылы болып тұр астанада, еріп, балалардың бәрі далада ойнап жүр. Волейбол ойнап келдік. Түскі, таңғы асты іштік сосын. Бүгін негізі жексенбі, ертең 8 наурыз. Бір жақсы жаңалық. Меруерт жұмысқа тұрды бүгін. Жұмысқа шақырту алды. Қуанып отырмыз өте қатты. Американдық компанияға жұмыс істейді. Дистанционно отырып. Құттықтап қойсаңыздар болады, біз өте қуаныштымыз. Солай. Сосын біз еще Мирасқа әдемі бір жаңадан ашылған садик таптық, соған барады деген үміттеміз. 9-шы наурыздан бастап. Меруерттің жұмысы америкалық компанияға жұмыс істейді. Шетелдік білім саласында. Өте қуанып отырмыз. Меруертке өте қатты қуанышты. Мен де Меруертке тек сәттілік тілейміз. Жұмысы жемісті болсын. Қазір тағы бастап жақсы нәтиже көрсетіп жатса, мүмкін ары қарай повышение алатын шығар деп жазыпты хатында. Өте қуаныштымыз. Осы тақырыпты талқылап отырып, бүгін Меруерт екеуміз мынандай бір ойға келдік. Бақытты болу, өте бақытты болдық та бүгін, көңіл күйіміз көтеріліп. Былай қарап тұрсаң, кішігірім ғана жаңалық, жұмысқа тұру деген неше түрлі жұмыстар бар, жұмысқа шығасың, кіресің. Бірақ бүгін өте бақытты болдық. Сол бақытты болуға негізі азат нәрсе керек. Денсаулығың болса, жұмысыңды істеп жүрсең, бала шағаң аман болса, ата-анаң аман болса, сол ғана керек. Сол күні
бақыт деген алыста бір жақта емес, дәл қасымызда деп ойлаймын. Шынында да кішкентай мелочь нәрселерге қуанып бақытты болуға болады. Солай бақытты болып үйрену керек деп ойлаймын. Сол бүгінгі меруерттің жұмысын тойлап кішкене атап өту үшін және ертең келе жатқан мерекенің басын бастау үшін кішігірім тәтті нәрселерді алғым келді. Сіздермен бүгін осымен қоштасайын. Ертең блогта жүздескенше, бүгін бұл видеоны сіздер 8 мамыр күні көріп отырсыздар. Халықаралық әйелдер күнімен барша біздің арулардың барлығын құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, сұлу болыңыздар. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Біздің YouTube каналдың командасына сау болыңыздар, ертеңге шейін.